Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір дерттің қауіпті белгісі. Егер оны сұйылтып өз қалпына келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсерін береді. Тіпті созылмалы дерттің дендеуіне себепші болады. Оны сұйылту үшін дәрігерлер аспирин кардио, тромбо, АЦЦ және басқа да дәрілерді ішуді ұсынып жатады. Алайда бұл дәрілер қанды сұйылтып қана қоймай, адам ағзасына кері әсерін де береді. Сондықтан қаныңызды сұйылтуда химиялық дәрілерді емес, бірнеше халық емін пайдаланып көрсеңіз болады. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Пайдалы ақпараттарды көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Сіздер үшін жай ғана нәрсе, біз үшін үлкен мотивация екенін ұмытпаңыз. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның міндеттеріне оттегі мен қоректік заттарды ішкі органдарға тасымалдау ғана емес, сонымен қатар иммундық жүйені нығайтып, бірқатар денсаулық функцияларын орындайтын жүйе. Қан өте қою болса, ұсақ тамырлар мен капиллярларға енуі қиын болады. Бұл оттегінің жетіспеушілігі анемияның дамуына әкеледі. Бұл жағдайда қанның ұюы, инфаркт немесе инсульттің пайда болуы ғажап емес. Мұның алдын алу үшін алғашқы белгілері біліне басталысымен-ақ арнайы маманмен кеңесіп, емдік шараларын бастау қажет. Қанның қоюлануының себептері: сапасыз су. Күнделікті тұтынатын судың сапасыздығы қанның қоюлануына ықпал етеді. Себебі қанның 85%-дан астамы судан тұрады. Егер адам сапасыз суды, атап айтқанда лас немесе хлорлы суды жиі ішсе, дене оның өзгеруіне көп жасушалық энергия жұмсау керек. Оның дұрыс құрылымды болуы өте маңызды, өйткені оның негізгі міндеттері қанды сұйылту және қоректік заттардың сіңуін жақсарту болып табылады. Ағзаның қышқылдануы. Қалыпты жағдайда қанның аздап сілтілі реакциясы бар. Егер адам рационында қышқылды тағамдар көп болса, атап айтқанда сүт, жұмыртқа, тазартылған қант, қанның қоюланумен бірге қышқылдану орын алады. Электромагниттік сәуле. Қанның құрамындағы шағын өзгерістерді компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін байқауға болады. Қанның қатерлі ісігі. Ауру сүйек кемігінде тұтқырлықтың жоғарылауымен бірге жүретін қызыл қан жасушалары мен ақ қан жасушаларының көп мөлшерін шығара бастайтынына әкеледі. Улану. Ағзаны ауыр металдармен және пестицидтермен улау. Күшті химиялық заттармен өңдеу нәтижесінде көкөністер мен жемістерде жиналуы мүмкін. Қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютер алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауымен және қоюлануымен бірге жүреді. Жиі стресстік жағдайлар. Стресс гормондары қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететіні дәлелденді. Авитаминоз. Ағзадағы аскорбин қышқылының және Б тобындағы дәрумендердің тапшылығы себеп болады. Қанның қоюлануының белгілері. Көру және есту қабілетінің нашарлауы. Қанмен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерін біртіндеп төмендеу байқалады. Осымен бірге құлақта шу пайда болуы мүмкін. Тыныс алудың қиындауы. Жүректің қанды айдауы қиын болғандықтан адамда аритмия басталады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу аз физикалық күш салудан кейін де тыныштықта да болады. Аяқ қолдардың шаншуы. Әдетте шаншу аяқ қолдардың ұю сезімімен бірге жүреді. Бұл қанның капиллярларға жақсы тамбағаннан болады. Осы кезде теріде көкшіл түске айналғанын байқайсыз. Ұйқының қанбауы. Миға қажетті оттегі мөлшерден тыс жетпегендіктен адам жиі есінейді, әрі үнемі шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды, әрі көзінің асты көгерген сияқты болып тұрады. Мазасыздану.
алаңдаушылық сезімінің туындауы, жаны жай таппай үнемі алаңдап отыратын адамдарда қанның ұюы себеп болады. Бұлшықеттің ауруы, қызуыңыз көтеріліп, сай-сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімде боласыз. Ұйықтап жатып та демалмағандай күй кешесіз. Ауру әсіресе артқы жақтан басталады. Баяу қан кету, қолыңызды, теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл болады. Бас ауру, қаны қоюланған адамның басы жиі ауырады. Оны дәрімен де, тынығумен де емдей алмайсыз. Қанның қоюлануын алдын алу мен одан құтылу үшін халық емін қолданып көріңіз. Арнамыздағы видеоларды көп адам тіркелмей көреді екен. Дәл қазір бұл статистиканы бұзыңыз. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыз. Негізгі қан сұйылтатын таблетканы 3 ай ішсеңіз, кемінде 5-6 ай демалу керек дегенді естіп жатамыз. Мұндай кезде қан сұйылтудың табиғи әдістеріне көшу өте тиімді. Өсімдік қоспаларынан әзірленген тұнбалар қан сұйылтуда жақсы нәтиже береді. Қан сұйылтуға жақсы көмектесетін 2 түрлі шөп бар. Ол бал нәрлі хош иісті өсімдік түйежоңышқа, донник және ақ талдың қабығы. Екеуі де біздің елде бар шөптер. Дәріханадан алып, қолдану тәсілі бойынша дайындап ішу керек. Бұл дәрігерлік шөптерді 3 апта ішсе жеткілікті. 4 айдан кейін қайтадан қайталап ішу керек. Күзгі ауруларға таптырмайтын ем саналатын мұқжидектен клюква, компот қайнатып, соны жиірек ішіп жүрсеңіз, ағзаға күш-қуат сыйлап, иммунитетті көтересіз, қанды қоюланудан сақтайсыз. Оның тұмаудың алдын алуда да көмегі орасан зор. Бұл сусын бауыр мен асқазан және ішек ауруларын емдеу үшін аса пайдалы. Тағы бір қасиеті жөтелден құтылуға көмектеседі. Ол үшін 3 мезгіл мұқжидек шырынына бал қосып ішу керек. Таңертең ұйқыдан тұра сала таза су ішіңіз. Талай аурудың алдын аласыз. Қанды судың көмегімен сұйылтуға болады. Жалпы адамдар өте аз мөлшерде су ішеді. Ал ағзада судың көлемі аз болуы қанның қоюлануына әкеліп соғады. Қан сұйылту үшін адам тәулігіне 1,5 литр таза су ішу керек. Қан қою болса, адамның есту және көру қабілеті нашарлап, буын аурулары пайда болады. Басы ауырып, аяғы мен қолын басқару қиынға түсуі мүмкін. Біздің ағзамыздың 70% судан тұрады. Ал ғалымдар адам бойындағы судың мөлшері небәрі 2%-ға азайса, күш-қуатымыз 20%-ға әлсірейтіні дәлелденген. Мұндай қатерге жол бермеу өз қолыңызда. Қанның қоюлануына алкоголь, ысталған ет, газдалған сусындар да ықпал етеді. Оның орнына майлы балық және зығыр майы, балғын көкөністер, ақ қырыққабат, брокколи мен жеміс жидектерді, құлпынай мен жүзім және ананасты үзбей жеңіз. Оған қоса зімбір сусынын ішу өте пайдалы болмақ. Күнде таңертең 10 шақты кез келген жаңғақ жеуге болады. Құрметті көрермен, айтылған емді пайдаңызға жаратып, қаныңызды қалыпта ұстаңыз. Деніңіз сау болсын.